Истихара намазының оқылу үлгісі. Истихара сөзі бір нәрсенің жақсысын, қайырын, игілігін тілеу. Истихара намазы жақсы істердің қайсысы өз үшін қайырлы әрі жақсы болатындығына рухани ишарат бөлу мақсатымен оқылатын 2 ракат намаз. Алғашқы ракатта кафирун, екінші ракатта Ихлас сүресін оқу мұстахаб. Намаздан кейін истихара дұғасы оқылады. Дұғаны оқығаннан кейін жүрегінің қанағат еткеніне қарай әрекет етеді. Осы намаздың дәлелі мынау. Жабір ибн Абдилла Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Құраннан сүре үйреткендей истихараны үйретіп былай деді: кімде-кім бір іс жасамаққа ниеттенгенде парыздан тыс 2 ракат намаз оқып мына дұғаны оқысын. Аллахумма инни астагфирука би'илмика ва астaqdiruka биқудратика ва ас'алука мин фадликал азим фа иннака тақдиру ва ла aqdiru ва та'ламу ва ла а'ламу ва анта алламул ghuyub. Allahumma إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه فاقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Аллахым, іліміңе сеніп, мен сенен ниеттенген ісімнің жақсылығын белгісін тілеймін. Құдіретіңе сеніп, сенен күш-қуат сұраймын. Жақсылыққа жетуімді сенің асқан рахымдылығыңнан тілеймін. Өйткені сенің барлық нәрсеге күшің жетеді. Менің күшім жетпек емес. Сен күллі нәрсенің білесің. Мен білмеймін. Сен ғайып әлемді тұтас білесің. Аллахым, бұл іс менің дінім, өмірім, ісімнің ақырын немесе дүние мен ақыретіме пайдалы болса, осыны маған нәсіп ет. Одан кейін маған мол береке бер. Ал егер бұл іс менің дінім, өмірім, ісімнің ақырына және дүние мен ақырет әлеміме жаманат әкелетін болса, менен алыстат. Мені де одан алыстат. Жүрегінде оған деген иілу ізін қалдырма. Жақсылыққа тек жақсылыққа жеткіз. Содан кейін онымен мені разы ет. Осыдан кейін мәселе айқындалмаса, намаз бен дұғаны 7 күн қайталау қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Анасқа былай дейді: Анас, бір іс жасағың келсе, Раббыңа истихара намазы мен истихара дұғасын 7 рет қайтала. Содан кейін жүрегің қалағанын ойла. Жақсылық сол жерде. Истихара намазын күндіз оқуға болатыны сияқты толық ынта бөліп, кешке жатардың алдында да оқуға болады. Алла тағала біліну мен үміт етілген істі түсінде ишарат жолдары арқылы білдіруі мүмкін. Жоғарыда келтірілген истихара дұғасын арабшасын айту шарт емес.
қазақша мағынасын айтса да болады.